Баршаңызға сәлем, бүгін бізде 50-ші сабақ. Біздің жобамыз түбірлес сөздер. Енді осы тақырыпқа байланысты бір түбірден қанша туынды сөз жасауға болады дейді. Бір түбірден бірнеше туынды сөз жасауға болады. Оның нақты саны белгісіз. Әр сөзге әртүрлі жұрнақтар жалғану арқылы әртүрлі мағынадағы бірнеше жаңа сөз шығады. Бір түбірден біз қанша туынды сөз жасауға болатын нақты санын айта алмайды екенбіз. Себебі әр сөзге әртүрлі жұрнақ жалғанады екен. Келесі бірінші тапсырма: суреттерге қара, сөздерді оқы. Кітапхана, кітап, кітапша, кітапханашы деген сөздер берілген. Бұл жерде түбірі кітап, кітапша деп жаңа сөз аламыз. Ша жұрнағын жалғау арқылы кітапхана, кітапханашы деген сөздер шығады екен. Енді кез келген сөзбен сөйлем құра дейді. Кітапханашы апай Айжанға қызықты кітапша ұсынды. Осындай жаңа сөйлем құрасақ болады. Жоғарыдағы қай сөз қай сызбаға сәйкес келеді? Кітапхана деген бірінші сызбаға сәйкес келіп тұр. Кітапханашы деген екінші сызбаға сәйкес келіп тұр. Себебі екі жұрнақ жалғанып тұр. Енді өзіңе ұнаған түбірлес сөздермен осындай бет құрастырып, көр сыныптастарының алдында қорғауға дайындал. Яғни бұндай өзімізге ұнаған сөздерден былай құрасақ болады. Мінекей, оқу, түбірі оқу болады. Оған лық деген жұрнақ жалғансақ, оқулық деген сөз шығады. Ал егер оқу деген сөзге шы деген жұрнақ жалғасақ, оқушы деген сөз шығады. Ал біл деген сөзден білім, деген жұрнақ жалғау арқылы, немесе оған тағы да гер деген жұрнақ жалғау арқылы білімгер деп осындай сөздер алсақ болады. Ас деген сөзге паз деген жұрнақ жалғау арқылы аспаз, содан кейін аспазшы, немесе асхана, асханашы, асханалық деген осындай бірнеше туынды сөз алсақ болады екен. Ас деген түбір сөзге жалғау арқылы. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркелуді ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бол.